науқас емге көнбей жатса күштеп қинап дәрі ішкізуі мүмкін бе дәрігерлер? Оларға әдейі қолданылатын біздің протокол ол да протокол бойынша методтар бар. Қандай метод екенін айтасыз ба? Дәрі-дәрмек сол емдейтін дәрілер, сол ұстататын дәрілер бар. Психиатр мен психологтың айырмашылығын айтайын. Психиатрдың методы дәрі беру, ал психологтың емдеу тәсілі сөйлесу, яғни адаммен контактқа түседі, адамның жан дүниесін зерттейді, сезімдермен жұмыс жасайды, санадағы ақпараттар мен сананың ойлану қабілетімен жұмыс жасайды. Мысалы, мазасыздық қалай пайда болады? Адамда қандай да бір қалау пайда болады, осыны қанағаттандыру жолында адамның санасындағы бір ақпарат оған шектеу қояды. Осылай мазасыздық пайда болады. Егер осы кезде ол психологқа келсе, ол мазасыздықтан арылу мүмкіндігі бар. А егер де психологқа келмесе, ол мазасыздықтың арты стресс, депрессия деп психиканың ауытқуына келеді. Бұл кезде адам өзінің күйімен басқара алмайды, игере алмайды өзін. Сондықтан психиатрға келеді. Психиатр дәрі береді, тыныштандырады. Осы кезде адам психолог маманмен қатар жұмыс жасау керек. Мына метафорада түсіндірейін. Адамға суық тиген кезде терапевтке барады, ол дәрі береді. Үйіне келгеннен кейін ыстық тамақ, ыстық шай ішеді, терлейді, өзін жылы сақтайды, ұйықтайды. Осы кезде ол жұмысқа бармайды. Егер осылар болмаса, терапевттің берген бір дәрісімен адам емделмейді. Психиатр мен психологтың да жұмысы тура солай. Психиатр дәрі береді, адам тыныштанады. Осы кезде психолог адам онымен сөйлесу арқылы ішкі күйін зерттеп емдейді. Міне бұл толыққанды ем. Сізбен бірге болған мен қазақ тілді психолог Айғаным.